Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз бүгін ғажайып бақ атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Баяғы заманда Асан мен Хасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, ал Хасен өзінің аз ғана малын бағып, күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған екен. Асанның бар жұбанышы ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы, ал Хасеннің үміті ер жетіп қалған қайратты баласы болады. Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда Хасен жұтқа ұшырайды. Қыс аяғы қатты болып аз ғана малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып Хасен досына жылап келеді. Асан, сенмен қоштасайын деп келіп ем. Аз ғана малым қырылып қалды. Енді аштан өлместің қамын қылып, қайыр сұрап, тентіреп кетемін де, дейді. Бұл сөзді естігенде Асанның көңілі босап, көзіне жас келіп, Хасен досын құшақтап тұрып: екеуміз жан дос емес пе едік? Мал жанымыз бір емес пе еді? Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Көңіліңді жұбат, қолыңа кетпен алып, тырбанып, тіршілік қыл, дейді. Сол күннен бастап Хасен де егін салып тіршілік етеді. Күн артынан күн, ай артынан ай жылжып, арада біраз жылдар да өтеді. Бір күні Хасен өзінің жерін қазып жүріп, кетпеннің зыңылдап темірге тигенін байқап таң қалады. Бұл не ғажап болды екен? Сол жерді тереңдетіп қазып жіберсе, іші толы алтын салынған бір қара қазан көрінеді. Хасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей досының үйіне қарай жүгіреді. «Сүйінші, Асан!» деп айқайлайды ол жүгіріп келе жатып. «Сүйінші, бақытты болдың, үлкен олжалы болдың сен. Мен сенің жеріңнен ішінде алтын толтырылған қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың». Асан оны қуана қарсы алып: «Сенің адалдығыңды білем ғой, Хасен. Бірақ ол алтын менікі емес, сенікі. Сен оны өз жерінен қазып алдың ғой», деп жауап береді. Оған Хасен болмай: «Мен де сенің пейілі кең, мейірімді кісі екеніңді білемін ғой, Асан. Бірақ сен маған жеріңді бергенмен жеріңнің астында қазынасын берген жоқсың ғой». Бірақ Асан да көне қоймайды. «Ардақты досым, жердің асты үстіндегі қазынаның барлығы сол жерге маңдай терін төгіп еңбек еткен адамдікі болады», дейді. Алтынды алғысы келмей, бұл екеуі ұзақ таласады. Ақыры Асан мынадай бір байлам айтады: «Таласты қоялықшы, Хасен. Сенің күйеу болатын ұлың, менің қалыңдық болатын қызым бар. Балалардың көңілі жарасып жүр ғой. Сол екеуінің басын қосайық та, алтынды соларға берейік. Тым болмаса, біздің балаларымыз кіріптарлық көрмесін», дейді. Аталары осы байламын айтқанда, балаларының қуанышты жүректері жарылып кете жаздайды. Сол күні той қылып екі жасты қосады. Жас жігіт жаңа түскен келіншегімен жеке отау құрып Хасеннің үйіне шығады. Хасен құдасының үйіне көшеді. Келесі күні таң сәріден жаңа қосылған жас жұбайлар алтын салған қазанды алып аталарының үйіне келеді. Қабақтарында кірбің барын көрген Асан мен Хасен: «Не болып қалды, балалар? Ертелетіп келген түрлерің жаман екен», деп сұрайды. Аталары: «Безген нәрсеге балалары ие болған жарамас. Біз алтынсыз да баймыз. Сүйіп қосылған екі көңілден артық дүниеде қазына бар ма?» дейді екі жас. Сөйтіп олар қазанды үйдің ортасына әкеп қояды. «Енді алтынды кім алуы керек?» деген талас басталады.
таласып ақыры алыста оңаша тұратын бір дана қарияға барып жүгінбек болады. Талай күн, талай түн жүріп отырып бұлар әлгі қарияның үйіне келеді. Айдалада жалғыз тұрған қарияның жұпыны ғана қараша үйі бар екен. Қария төрде төселген жыртық кездің үстінде оң жағы мен сол жағында екі-екіден 4 шәкірті отыр. Жүгінуге келген екенсіңдер. Алыстан арнап келген түрлерің бар. Шаруаларыңды айтыңдар, дейді қария. Жолаушылар қарияға өздерінің дау шараларын айтады. Бұлардың сөзін тыңдап алып, қария ұзақ үнсіз отырады да. Өзінің үлкен шәкіртіне бұрылып, менің орнымда болсаң, мына кісілердің дауын қалай шешер едің, деп сұрайды. Жер дүниедегі қазынаның иесі хан ғой, хан иеме апарып беріңдер дер едім, деп жауап қайырады үлкен шәкірт. Ал менің орнымда сен болсаң қалай шешер едің, деп сауалға екінші шәкірті. Дауласқандар безген мүлік бидікі ғой, мен оны өзім алар едім, дейді. Қария бұрынғыдан бетер ренжіп, жүзін суытса да сыр білдірмей, үшінші шәкіртінен сұрайды. Ал енді сен айтшы, сен қалай шешер ең? Үшінші шәкірті. Бұл алтынның иесі жоқ. Оны ешқайсысы меншіктенгісі келмейді. Солай болған соң-ақ, мен оны қайтадан жерге көмдіріп тастар едім, дейді. Қарияның жүзі әбден түнеріп кетеді. Ол енді ең кіші шәкіртінен сұрайды. Ал сен не дейсің, қарағым? Артық сөзім болса айып етпеңіз, ұстазым, дейді кіші шәкірт. Мен болсам, осы алтынды жұмсап, құлазып жатқан далада гүл жайнаған саялы бақ өсірер едім. Арып ашқан кем-кетіктер сол бақтың саясында тыныс алып, жемісін қорек етіп, рахатын көрер еді. Осы сөзді естігенде қарияның көзіне жас алып, орнынан тұрып, кіші шәкіртін құшақтайды. Жасы кіші болса да ақылы артықты аға тұт деген сөз рас екен ғой, дейді ол. Сенің билігің әділ, балам. Осы алтынды алып хан ордасына бар. Содан соң ең жақсы тұқымдарды сатып алып қайтып кел де өзің айтқан бағыңды өсір. Саған да, мына алтынға да, қызықпаған кең пейіл жандарға да, кем-кетік жарлы Жақыбай атаулы өмір бақи риза болып алғыс айтар. Жас жігіт алтынды дорбасына салып алып жолға шығады. Ұзақ уақыт сапар шегіп, арып ашып, күндердің күні болғанда хан ордасына келеді. Қаланың қақ ортасында кірісімен-ақ базарға барып миуа ағашының тұқымын іздейді. Қызылды, жасылды мата мен әртүрлі әшекей заттардан көз алмай базарды аралап жүргенде, арт жағынан керуеннің сылдырлаған қоңырауы мен біреудің айқайлаған ащы дауысын естиді. Жас жігіт артына жалт қараса, ұзыннан ұзақ тізілген керуен келе жатыр екен. Түйенің қомына, жүктің орнына ой мен қырда, су мен шөлде болатын құс атаулыны теңдеп алған. Оларды аяғына матастырып байлапты. Құстардың қанаттары қайрылып, сынып, жел ұшырған мамықтары ақша бұлттай қалқиды. Түйелер аяңдаған сайын бейшара құстар тыпырлап адамның сай-сүйегін сырқырата шырылдайды. Осыны көргенде жас жігіттің жаны удай ашып шыдамы жетпейді. Сығылысқан қалың жұрттың ортасынан жарып өтіп, жігіт керуен басыға келіп, әдеппен тағзым етіп. О, тақсыр, мына бейшара құстарды осыншама қинаған кім? Мұны қайда бара жатырсыз, деп сұрайды. Керуен басы. Біз хан сарайына бара жатырмыз. Бұл құстар ханның соғымы. Сол құстар үшін біз 500 ділда берді, деп жауап қайтарды. Мен 1000 ділда берсем, осы бейшара құстарды босатып жібересің бе, деп сұрайды жігіт. Керуен басы жігіттің жұпыны түрін көріп, оның сөзін елең ете қоймайды. Сол кезде жігіт иығындағы дорбасын алып керуен басына алтынын көрсетеді.
Керуен басы өз көзіне өзі сенбей қайран қалады. Бірақ саудагер сараң болмай ма? Алтынды көргесін сұғанақтығы жеңіп, құстарды босатып жіберіңдер, деп әмір етеді. Бұғаудан босаған құстар тобымен аспанға көтеріледі. Керуеннің әкеле жатқан құстары тым көп екен. Олар жапырлай ұшқанда күннің көзін бүркеп қанаттарынан ескен жел дауылға айналады. Жігіт ұшып бара жатқан құстарға қарап тұрып, құстар көрінбей кеткеннен кейін қаудырап, бос қалған дорбасын иығына салып алып, кейін қайтады. Қуанышы қойнына сыймай, аяғы жерге тимей әндетіп келе жатады. Бірақ ауылына жақындаған сайын көңіліне уайым кіріп, істеген ісіне өкініп қайғыра береді. Басқа біреудің қазынасын өзімнің ойыма келген нәрсеге жұмсағаным қалай болды? Кем-кетіктер үшін бақ етем, егем деген өзім емес пе? Ұстазыма мені тұқым әкеледі деп күтіп отырған ақ көңіл адамдарға не деймін, деп ойлайды. Жігіт осылай өзінен өзі ыза болып келе жатады. Бара-бара қайғысы өдеп әбден арып құлазып кетеді де өзіне өзі өлім тілеп жылайды. Ақыры қайғы қасіреттен қажып ұйықтап қалады. Ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде әлде қайдан бір әп-әдемі бұлбұл ұшып келіп, көкірегіне қонып, тамылжыған әсем үнді әуенімен: «Уа, кең пейіл жас жігіт, сен көп қайғырып налма, еркін құстардың саған беретін алтыны жоқ, бірақ сенің жақсылығыңды басқа жолмен қайрар. Ұйқыңнан оянып жан-жағыңа қарашы, көзіңнің жасы тыйылмас ба екен», дейді. Осыны айтып бұлбұл пыр етіп ұшып кетеді. Жігіт көзін ашып жан-жағына қарап таң-тамаша қалады. Кең далада қаптап қонып отырған құстарды көреді. Құстар аяғымен шұқып қазып, аузындағы дәндерін сол шұқырға салып, қанатымен топырақты сыпырып көміп жатады. Жігіт қозғалып кеткенде құстардың бәрі пыр етіп аспанға ұшады да кетеді. Тағы да құстар күнді қалқалап қаққан қанаттарынан ескен жел дауылға айналады. Жігіт жан-жағына қараса, құстар қазған әрбір шұңқырдан жас шыбықтар көктеп шыға келіп өрмелеп өсіп, бұтаға күлтеленген жапырағы жайнаған үлкен ағашқа айналып жатқанын көреді. Қас қаққанша болмайды, ағаштың бұтақтарына жайнаған гүлдер өсіп шыға келіп, жұпар иісі аңқып кетеді. Содан кейін гүлдер ұшып түседі де, оның орнына қып-қызыл нарттай алмалар өсіп шыға келеді. Иран бағы мұның ширегіне де келмеуші еді. Маржандай тізілген жеміске толы зәулім алма ағаштарына сан жетер емес. Қаз-қатар тізілген ағаштардың арасынан пісіп тұрған жүзім, бал татыған өрік, жарқыраған көл, көкорай шалғын бәйшешектер көрінеді. Ағаштың саясында жолдарға бұтақтан жаңа ғана түскен жапырақ төселген, жолдың екі ернеуінде асыл таспен әшекейлеп өріп тастаған арықтың суы сылдыр қағады. Ал жоғарыда ағаш басында пырылдап ұшып қонып, тамылжытып ән салып, жігіттің манағы түсінде көрген бұлбұлдары ұшып жүреді. Жігіт қайран қалып, өңім бе түсім бе деп сенбей жан-жағына қарай береді. Өңі мен түсінің қайсысы екенін айыру үшін қатты айқайлап жібергенде өз даусының жаңғырығын ғана естиді. Жайнаған бақ ғайып болмай сол орнында тұр. Өң екеніне көзі жеткеннен кейін жігіт өкпесін қолына алып қарияның үйіне қарай жүгіре жөнелді. Келісімен болған оқиғаны бастан аяқ айтып береді. Әңгімені тыңдағаннан кейін ұстазы оның 3 шәкірті Асан мен Хасен, олардың балалары бақты көруге келеді. Көп кешікпей-ақ құлазыған жапанда ғажайып бақ орнапты деген хабар бүкіл елге тарайды. Ең алдымен өздерінің жорға жүйріктеріне мініп баққа ақсүйектер келеді.
Бірақ олар бақтың шетіне жетісімен-ақ алдарынан жеті құлып салынған темір қақпалы үлкен дуал пайда болады. Қақпадан өте алмайтынына көз жеткен ақсүйектер ат үстінен дуалдың арғы жағына қолын созып алмаларды жұлып алмақшы болады. Бірақ оларға алмаға қолы тиісімен-ақ естерінен айырылып жерге құлап түсіп жатады. Мұны көрген соң-ақ бай мырзалардың зәресі ұшып, аттарының басын бұрып, ауылдарына қарай қашады. Олардың артын ала баққа жер-жерден кедейлер келе бастайды. Кем-кетіктер жақындасымен-ақ қақпаның құлпы босап, есік айқара ашылады. Баққа әйел, еркек, кәрі жас симай кетеді. Олар бақтың ішіндегі жолмен қыдырып, жапырақты таптап жүрсе де жапырақтар солмайды. Олар арықтан қаншама ішсе де арық лайланбайды, таусылмайды. Олар ағаштан қанша жеміс алып жесе де жеміс азаймайды. Күні бойы бақ ішінде құйқылжыған домбыра сазы, шырқата салған ән, той-думан саябырламайды. Ымырт үйіріліп қараңғы түскен кезде алмалар жарқырап, нұр шашып, құстар тамылжытып ән шырқайды. Қызық думан басылып, жарлы жақыбайлар қош иісті көк шалғынды төсеніп, өмірлерінде алғаш рет рахатқа кенеліп, тәтті ұйқыға енеді. Құрметті оқырмандар, сіздерге ертегі ұнаса каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.